Сәлем! Бүгінгі біздің тақырыбымыз қай түс сәнде? Бұл көйлек ақ түсті. Күртеше қоңыр түсті. Шалбар қара түсті. Бас киім жасыл түсті. Жейде көк түсті. Юбка сары түсті. Аяқ киім қызыл түсті. Тапсырма, бұл не және қандай түс? Өзіңді тексер. Бұл юбка қызыл түсті. Бұл не және қандай түс? Бұл аяқ киім қара түсті. Бұл не? Қандай түс? Бұл күртеше жасыл түсті. Оқылым. Оқылымды мұқият тыңда. Бұл Дана. Дананың ойынша биыл сәнде сары түс болады. Бүгін ол дүкенге барып, қызыл көйлек, сары күрте, сары бас киім сатып алды. Сөмке мен аяқ киім аларда Дана қатты ойланды. Себебі аяқ киімі мен сөмкесінің бірдей қара түстеп болғанын қалайды. Бірақ дүкеннен қара түсті сөмке мен аяқ киім тапқан жоқ. Тапсырма. Дананың ойынша биыл қандай түс сәнде? Өзіңді тексер. Сары түс сәнде. Келесі тапсырма. Дана көйлек сатып алды ма, әлде юбка сатып алды ма? Өзіңді тексер. Дана көйлек сатып алды. Келесі. Дана сатып алған бас киімнің түсі қандай? Өзіңді тексер. Сары түсті. Келесі. Дана дүкеннен қандай киім таппады? Өзіңді тексер. Дана дүкеннен қара аяқ киім мен сөмке таппады. Сабақ аяқталды. Сау бол!